Білім айдынында мектеп атты кемені 11 жыл мекен еткен түлектердің желкенін үлкен өмірге қарай бұратын сәті келді. 25 мамыр еліміздің түкпір-түкпіріндегі мыңдаған мектептің жас түлектері алтын ұясымен қоштасып, үлкен өмірге қадам басатын күн. Кешегі тұлымды ұл ат жалын тартып, азамат болғанын, ақ бантикті кішкентай қыз бой жеткенін сезінгендей, осындай сәтте көңілдері толқып, жүректері лүпілдейді. Алғаш әріп танытқан, бойларына жақсылықты дарытқан аяулы ұстаздарын қимаса да, әрқайсысы қияға құлаш сермейді, арманына қол созады. Кеше ғана тардай боп кіріп, бүгін таудай боп шыққан қарлығаштардың алдында әлі талай асу бар. Сүйінбай атындағы нөмірі 143 мектептің 1-ші А сынып оқушылары және олардың ата-аналары жас түлектерге деген өлең жолдарымен өрілген ақ тілегін жолдайды. Құрметті мектептің түлектері, барасыңдар өмірді гүл еткелі, әр жылы осы күні қимастықпен соғады ұстаздардың жүректері. Қоштасады алтын ұя мектебін, маңдайыңнан сипап өтсін көктен күн. Сәт сапар деп қол бұлғайық бәріміз, тілейік біз армандарға жеткенін. Қиындықтар мойытпасын сендерді, батылдықпен асыңдар сан белдерді. Біліміңмен қуансаңдар мектепті, жақсы іспен қуантыңдар ендел. Білім айдынында мектеп атты кемені 11 жыл мекен еткен түлектердің желкенін үлкен өмірге қарай бұратын сәті келді. 25 мамыр еліміздің түкпір-түкпіріндегі мыңдаған мектептің жас түлектері алтын ұясымен қоштасып, үлкен өмірге қадам басатын күн.